Ниет пен арманның айырмашылығы неде? Бізде осы көп мұсылмандар, мен көп қатты байқаймын, арман менен ниетті шатастырады. Мысалға бүйтеді: мен қажылыққа барғым келеді дейді. Ниетің бар ма дейді. Ниетім бар дейді. Сосын біреуден сұрайсың жаңағы: сен осы үйленгің келе ма десең, жігіттер айтады: үйленгім келеді, ниет бар ұстаз, бірақ болмай жатыр дейді да. Енді мынандай да, ниет пен арманның айырмашылығы неде? Алла тағала Құранда айтады: сендердің бос армандарың бізге керек емес дейді. Арман жай ғана соны ойлап, армандап, еш нәрсе істемеуді. Ал ниет деген не нәрсе? Ниет жүрекке сол установканы қойып амал жасауда. Егер ешқандай амал жасамасаңыз, ол ниет емес. Мысалға, үйленуге ниетім бар дейсіз ба? Демек сіз бір әрекет істеп жүрсіз деген сөз. Салоннан бір көлік алғым келеді, демек сіз бір әрекет үстінде жүрсіз. Ал Алла тағала не деді? Кімде кім маған бір қадам жақындайтын болса, мен оған қарай жүгірем дейді. Яғни Алла тағалаға қарай бір кішкентай ғана қадам ісіңізді көрсетсеңіз, Алла тағала сіздің ісіңізді дереу қабыл етіп, сізді алыстан қарсы алып, сіздің жаңағы ниетіңізге жетуде көмектеседі, одан қатты көмектеседі. Сол себепті біздің ниетіміз амалмен болу керек, құр арман емес.